колледж таңдаған кезде неге колледж деген сұрақ? Все думали про этот миф. В колледж поступают те, кто не смог поступить в университет. Жарыс қалай аяқталды? Предложениелер түсті. Көбінесе біздің елден гөрі шетелде оқып, сонда жұмысқа қалып кетіп жатады. Қазіргі таңда Қазақстан ақпараттық қауіпсіздік бойынша 3-ші орында тұр. И арқылы енді жасанды интеллекттің көмегімен адамның дауысын да түрін де салады. Ең біріншісі ол кибергигиена. Топ 100 студент байқауының жеңімпаздары. Үздіктердің үздігі Асанәлі Қылышұлы мен Жазира Махмұд бүгін бізде келешекке талаппен подкастында қонақта. Қош келдіңіздер. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Енді сұхбатымызды бастамас бұрын бірінші өздеріңіз туралы біздің көрермендерімізге ақпарат беріп өтсеңіздер. Қай колледжде оқисыздар, қай курс, қай мамандық сіздерде? Жоғарғы Астана политехникалық колледж ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің 3-ші курс студентімін. Мен қоғамдық тамақтандыру және сервис колледжінің аспаз кондитер мамандығының 3-ші курс студентімін. Жалпы бұл мамандыққа сіздер қалай келдіңіздер деген сұрақ. Өздеріңіз таңдадыңыздар ма, әлде сіз болады ғой, ата-ананың ұсынуымен, досымның айтуымен деген сияқты? Негізі өзім таңдадым. 7-ші класста алаяқтардың көбеюін заметил, что Қазақстанның ішінде көп алаяқтар пайда болды. Интернетте ақша ұрлау, мысалы, часто бывает такое, что в интернете где-нибудь через банки өтірік звондайды, алдайды, оның осы звоноктардың арқылымен, смс-пен алдап ақша ұрлайды. Сондықтан ақпараттық қауіпсіздікті таңдадым, чтобы исправить положение в нашей стране. Ол мүмкін бе жалпы енді ондай алаяқтыққа шектеу қою? Я, себебі ең бірінші өте көп организациялар пайда болды. Мысалы, ЦАРКа, ақпараттық қауіпсіздік бойынша комитет, ұлттық қауіпсіздік комитеті. Оның ішінде ГТС деген государственная техническая служба деген организациялар пайда болды. Олар көптеген курстар жасайды. Мысалы, жаңа хакерлер өзі 3-ке бөлінеді. Ол біріншілер, ол ақ хакерлер. Олар адамдарға көмектесіп, ақшалай немесе просто так могут помочь людям. Сосын екіншісі ол сұр хакерлер. Сұр хакерлер олар негізі ақ хакерлердің жұмысын жасап, бірақ та ақпаратты сатуға мүмкіндігі бар. Және де ең жамандары ол қара хакерлер болып табылады. Ол біз кинодағы көргендей жаман адамдар, мысалы, ақпаратты ұрлап, оны сатып, біреуді могут где-то подставить, что-то украсть, развязать войну могут между странами. Түсіндім. Ал Жазира, өзіңше, бұл мамандыққа не себепті бұл мамандық кондитер, аспаз? Бұл мамандықты таңдауға ең үлкен бір себеп ол менің ағам десем болады. Неге себебі осы менің ағам қоғамдық тамақтандыру және сервис колледжінің қазіргі таңда мұғалімі. Бірақ студенті болған кезінде мен осы ағама қызығатынмын, жасаған тағамдарына және де колледжда жүріп, көптеген әлемдік байқауларға қатысқандарына қызығып, мен де осы мамандықты таңдадым. Енді кеше ғана өздерің топ 100 студент болып атанып жатсыңдар. Қазақстанның ең үздік студенттер қатарына кірдіңдер. Жалпы содан кейін не өзгеріс бар? Не өзгерді? Ең біріншімен ол жұмыс орын табылды. Мысалы, қазіргі таңда ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің орталығында қазіргі API Digital деген компания бар. Ол ең бірінші мониторингтеу, ақпаратты мониторингтеу, мысалы, уязвимость табылса, аномалия табылса, оның бәрін қарау. Қазіргі таңда ақпараттық қауіпсіздік инженері болып табылам. L1 ол первый уровень защиты фланга. Керемет. Менде то же самое, жұмыс орны табылды. Мен қазіргі таңда осы өзімнің мамандығыммен жұмыс жасаймын, аспаз кондитер. Биыл бітіресіңдер, 3-ші курс студентсіңдер ғой? Одан кейін негізі қандай жоспарларың бар? Ең бірінші ол жоғары білім алу. Содан кейін жұмысқа тұрып,
дальше развиваться по карьерной лестнице. Бірінші L1, L2, L3 деп. Ал сен ше? Менде қазіргі таңда мақсатым жарыстарға қатысу, халықаралық әлемдік жарыстарға қатысып орын алу, осы мамандық бойынша аспаз кондитер. Енді жалпы сіздер үшін үздік студент болу ол нені білдіреді? Ең бірінші ол уақытты үнемдеу, дұрыстап бәрін везде успевать, это точно нужно. Екіншісі ол сабақты жақсы оқу, жұмыс істеу, және де ата-аналардың үлгісі, үлгілі бала болу. Жалпы Жазира айтшы, енді жаған үздік студент атандың ғой, бір үлкен жауапкершілік жүктемей ме? Иә, жүктейді. Осы үздік студентке лайық болу керек деп ойлаймын, себебі бізден төмен курстарға осы үлгі ретінде көріну үшін. Шынымен өздеріңнен бір үлгі алатын, қызығатын, басқа мысалы төмен курстың студенттері болды ма? Келіп, сұрап? Иә, болды. Қызығушылық танытып, осы сіздер байқаудан жеңіп келгеннен кейін колледжде? Қазіргі мен жұмыс жасайтын орында 2 практикант алдым өз колледжінің ішінде. Сол 2 бала қазір практика өтіп жатыр компанияда. Және қатысам деп отырған шығар, иә? Бұл байқауға? Аха. Керемет. Енді жалпы биыл жұмысшы мамандықтар жылы деп жатырмыз. Сіздердің мамандықтарыңыз сол как раз кәсіптік техникалық бағытта ғой. Енді осы жұмысшы мамандығының мәртебесін көтеру үшін не істеу керек деп ойлайсыздар? Ең бірінші ол жаңадан мағлұмат алу, әрдайым ақпаратты алып, обновлять свои знания в области информационной безопасности. Себебі мен мамандығым ондай әрдайым жаңа түлек шығады, жаңа хакер шығады. Оның білімі менен көбірек болуы мүмкін. Сондықтан әрдайым, әрқашан жаңа мәлімет алып, өз ақпараттық қауіпсіздікті дамыту керек. Колледжде волонтерлікпен айналыстың, жүргізушілігің бар, техник ретінде бір қызметкер болдың. Онымен қатар сен тіпті аралас жекпе-жекпен айналысады екенсің. Негізі екі бөлек әлем. Қалай өз уақытыңды игересің? Негізі оның құпиясы жоқ. Сабақты уақытында тапсырып, бәрін оқып, жауап беріп, содан кейін мұғалімдер мені қарым-қатынасында? Иә, мұғалімдермен жақсы қарым-қатынаста болып, олар мені мысалы басқа бір волонтерлік жұмыстарына жібереді. Себебі мынау бала бүгін тапсырған екен ғой, ертең бара берсін дегендей. Соны сол күні барып волонтерлік жұмыспен айналысып, содан кейін мысалы бір колледжде концерт болып, тағы да шығып жүргізуші болып. Спортқа қай кезде үлгіріп жатасың? Спортқа? Жоқ, негізі қазіргі таңда мен айналыспаймын жекпе-жекпен. Бірақ айналыстың? Иә, айналыстым. Және де негізі КМС болмадым. Бірақ та қазақстандық чемпионаттарында 2-ші орын алғанмын. Нәтиже бар ғой, бірақ ең бастысы бар ғой. Енді көп адамға кейде 24 сағаттың өзі жетпей жатады. Сондықтан ғой сұрағаным, қалай үлгересің деп, енді сендер жассыңдар, қыдырғыларың келеді, иә? Өздерінің жеке шаруаларың болады, достарыңмен уақыт бөлгілерің келеді. Онымен қоса енді сабақты қатар алып жүру. Ауыр емес, иә? Ауыр емес. Ал сенде қалай? Бұл жағы Жазира. Сен өзің қалай уақытыңды игересің, қалай айналысасың, бір күнің қалай өтеді жалпы? Менде қазіргі таңда жұмыс тек. Жұмыста жүрсің? Иә. Жұмысқа бірден кіріп кеттің ғой сонда, иә? Иә, жұмысқа бірден кіріп кеттім. Осы жарыс қалай аяқталды, қалай бізде жабылу болды жарысын, сонымен маған осындай нелер түсті, предложениялар түсті, иә. Сосын жұмыстарды таңдап, жұмысқа кіріп кеттім. Қазіргі таңда жақсы жұмыс жасаймын. Көп түсті ма негізі ұсыныстар? Иә, предложениялар көп түсті. Кондитерскийлардан көп түсті, кофейнялардан жақсы
предложениелар түсті. Енді білеміз, сен халықаралық жарыстарға бардың, оның ішінде Гастро Анталия, WorldSkills секілді. Қандай нәтиже көрсеттің, қандай орындар алдың? Жалпы ондай байқауларға қатысып ел намысын қорғау енді үлкен жауапкершілік, оны білеміз. Колледждің де алдында, жалпы Қазақстанның атынан барып тұрғаннан кейін дайындық барысында, мысалы, бір ең қиын сәттер қандай болды, немесе жалпы шынымен қиындық болды ма, әлде сен үшін оның бәрі оңай ма? Мен WorldSkills жарысына қатыстым, және Гастро Анталия 2024 жылы Түркия елінде өткен жарысқа қатыстым. Мен WorldSkillстан 3-ші орын алдым. Бірақ оңай болған жоқ, қиын өте жарыс болды. Дайындық кезінде де көптеген қиындықтар болды. Осы жарыспен менің мұғаліммен көптеген қиындықтар болды. Оңай емес жарыс. Және де Гастро Анталия халықаралық жарысында қиын болды, себебі анда қаншама елден келген студенттер болды жарысқа қатысқан. Соның ішінен мен үшін бірінші және екінші орынды алу үлкен бір мәртебе болды. Осы Қазақстанның атынан барып, Қазақстанның атын және өзімнің колледжімнің атын шығару мен үшін бір үлкен мәртебе болды. Бірақ оңай болған жоқ, жарыс қиын. Ол түсінікті, енді үздіктің үздігі атану деген үнемі қиын ғой, дайындықты талап етеді. Бір жарысқа қанша уақыт дайындаласың, әдетте? Мен WorldSkillsқа бір 2-3 айдай дайындалдым, тіпті одан да көп. Сонда сіздер бір тағамды ерекше етіп дайындау керексіздер ма? Тапсырмасы бойынша? Әдетте сен не жасайсың? Бізден мысалы жарыс бойынша бір 3 күнде беріледі. Сол 3 күнде біз где-то 5-6 изделия жасап шығаруымыз қажет. Мысалға нанның түрлері бар. Көптеген қара нан, ақ нан, нанның өзі көп түрге бөлінеді. Және де круассандар, бәліштер, және де скульптура деген тоже зат бар, арт-класс. Соның өзін шығару өте қиын. Ол, яғни, наннан бір скульптура құрайсың. Ол өте қиын нәрсе, оған бөлек бір күн беріледі. Наннан құрау. Елестету қиындау болып жатыр енді. Өзім WorldSkills жарысына барған кезде көретін шығармын, қалай дайындалатын. Ол енді шынымен үлкен еңбек талап етеді, келсем. Ал Асанәлі, сен жалпы өзің халықаралық жарыстарға бардың ба, қатыстың ба? Халықаралыққа бармадым. Бірақ та Қазақстан бойынша хакатон өткізілді. 2024 жылғы Павлодар қаласында. Сатпаевтың атындағы хакатон. Оның ішінде мен және менің командам банктың алаяқтарға қарсы генеративті жасанды интеллект арқылы аномалияларды тауып, және де алаяқтарға қарсы системаны құрдық. Яғни банктың қауіпсіздігіне арналған, Енді оны құру енді қиын болды ма? Сіздерге сол жарыстың шеңберінде құрып тастадыңыздар ма? 2 күнде. Тапсырма? 2 күнде құрдық. Тәулік бойы құрғанбыз. Негізі оның жобаның мақсаты ол банк системасының транзакцияларын қарап, алаяқтарды және де аномалияларды анықтау. Ең біріншісі, мысалға, сіз Көкшетау қаласынан 200 мың теңгені жіберсеңіз, және де 5 минуттан кейін Астана қаласынан 500 мың теңге жіберсеңіз, транзакция арқылы біз оны анықтаймыз, және де ол физикалық түрде мүмкін емес. Себебі Көкшетау мен Астананың арасы минималды түрде 2 сағат. Және де осы транзакция бойынша біздің жасанды интеллект оны тауып алып, анықтап, және де алаяқты блокқа тығады. Керемет. Енді ол сен ойлап тапқан, мысалы, мынау қосымша, ол қателеспесем, Ол телефон қосымшасы сияқты ма, әлде қалай? Жоқ, негізі біз оны сайт ретінде жасағанбыз. Сайт ретінде. Бірақ та оны телефонға жүктеуге де болады. Және де басқа да банк сайттарына, немесе банк емес, әрбір транзакция өтетін сайт болсын, немесе телефонда приложение болсын, оны жүктеуге болады. Енді менде мынандай сұрақ, оны қай банк
қолданысқа алды өздеріне? Жоқ, ешкім Әлі алған алмады ма? жоқ. Ешкім алған жоқ. Себебі біз жасаған жоба өте кішкентай, және де үлкен банкқа оны енгізу үшін өте көп қаражат және де уақыт кетеді. Енді ол негізі мүмкін дүние ғой бірақ. Мүмкін. Онда банкте мүмкін хабарласып қалар. Жалпы айтыңыздаршы, енді сіздер қазір бірден жұмысқа кірісіп кеттім деп жатырсыздар. Бізде көп студенттер, енді түлектер, колледжге кішкене бір немқұрайлы қарайтын сияқты, күмәнмен қарап, жалпы неге колледж таңдаймын деген сияқты өздерінде бір күмән жүреді ойларында. Түлектердің байқаймын. Сіздерде ондай болды ма? Колледж таңдаған кезде неге колледж деген сұрақ? Менде негізі ондай болмады. Көп достарым айтқан, они заблуждались, потому что все думали про этот миф, что в колледж поступают те, кто не смог поступить в университет, или те, кто боятся сдавать ЕНТ. Бірақ та ол дұрыс емес. Қате ма? Иә, қате. Себебі колледжге баратындар ол тек активті студенттер. Олар шараларға қатысады, волонтерлік жұмыстарына қатысады, және де ол өте узкоспециализированный. Бір бағыттағы, бір бағыттағы бір салалық мамандықты таңдайсыңдар. Таңдайсың, және де оны біліп алып, жұмысқа бірден кірісе бересің. Ал сен ойынша, Жазира, ондай болды ма? Неге колледж деген сұрақтар? Жоқ, мен Күмәнмен қарайтын таныстарың. Мен өткені көп өзім кей адамдардан естігем. Күмәнмен қарайды, ол жақта білім бар ма, жоқ па деген сияқты. Менде де осы колледжға түскен кезінде көбісі қойды осы сұрақты, неге колледжға түстің, неге деп ше. 11 неге аяқтай салмайсың, 2 жылың қалды ғой деп. Солай көптеген сұрақтар түсті. Бірақ мен айтатын осылай, мен колледжімді таныстырған кезінде олар деп. Себебі біздің колледжда көптеген мүмкіндіктер бар. Яғни мен мысалы аспаз кондитер мамандығына түстім бе, бізді көптеген практикаларға жібереді. Және де практикаға үлкен отельдерге, 5 жұлдызды қонақ үйлерге жібереді. Және де егер де жарыстарға қатысып жатсақ, біз мысалы бізде WorldSkills жарысы бар ғой, біз сол жарысқа тікелей қатыса аламыз. Қатысып орын алып жатсақ, бізді обучениелерге жібереді, басқа Европаға, Азиядағы неше түрлі мемлекеттерге жібереді бізді обучениеге. Жарыстан орын алып жатсақ, ары қарай әлемдік жарыстарға да өтіп бақ сынауға болады. Қазақстанның атынан шығып. Ал енді менде мынадай сұрақ, жалпы айтып қалдым ғой, жарыстарға барсаң, шетелде тәжірибе алу мүмкіндігің бар деп, жарыстарға кез келген студент қатыса алады деген сөз бе? Егер студенттің өзінің қызығушылығы болса, мамандықты таңдаған, әрине қатыса алады неше түрлі жарыстарға. Мен де осы бірінші курсқа түскен кезінде қызығушылық болды менде. Мен осы мамандықты алып бағындырғым келді, көптеген белестерге шығып. Себебі мен көріп жүрдім ғой осы ағамның қандай жарыстарға қатысқанын. Сондықтан менде осындай бір мақсат болды деп айтсам болады. Ағаңның ізін, ізін жалғастырды. Ізін жалғастырды. Енді бізде халықаралық жаңағы жарыстарға қатысу, ол көп студенттің мүмкін арманы шығар. Бірақ енді оған үлкен дайындық керек. Бірінші өзіміздің елде өзін дәлелдеу керек қой. Десе де кей мысалы студенттер болады, оны артық жұмыс деп қабылдау мүмкін. Жарысқа бару артық жұмыс қой, жаңағыдай топ 100 студент байқауына қатысу артық жұмыс қой деп. Сіздерде болды ма ондай? Жоқ, менде ондай болмады, бірақ та көп таныстарым ондай оймен, пікірмен келіп, бірақ та олар сайыстарға қатыспай, және де үздіктерге кірген жоқ. Яғни колледждің үлкен ерекшелігі ол жарыстарға қатысу мүмкіндігі, жаңағыдай WorldSkills бар колледжде, басқа қандай мүмкіндік бар колледжге түсу үшін? Ең бірінші ол жұмыс орын табу. Яғни сіздер университеттің түлектеріне қарағанда жұмысты тез табасыздар ма?
себебі университеттің программасы ол біріншіден ол мектептің программасы бірінші жылдары. Сосын олар таба ала ма, таба алмай ма жұмысты, себебі олар әлі бітірген жоқ қой. Ал біз уже бітіріп шықтық және де техник мамандығымен шығып әрбір жұмысқа кіре аламыз. Яғни кәсіптік бағыт болғаннан кейін мүмкіндіктер көп деп тұрсың ғой, Ал сен таңдаған мысалы ақпараттық қауіпсіздік саласы ол кәсіптік техникалық бағытқа жатады, гуманитарияға келмейді. Келмейді, себебі біз компьютерлермен жұмыс жасаймыз, әрдайым математикалық, информатикалық вычислениялар мен ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің мысалы басқа бір уязвимостерді, атакаларды қарастырып, оны гуманитарияларға. Бізде қарашы, мысалы мынадайда кей кезде айтып жатады, осындай ақпараттық қауіпсіздік, IT сияқты салаларды көбінесе біздің елден гөрі шетелде оқып, сонда жұмысқа қалып кетіп жатады. Ондай бар. Сондықтан кей адамдарда түсінік бар болуы мүмкін. Біздің елде бұл бағытты онша оқыталмайды деп. Сен келіспейсің ғой? Келіспеймін. Қазіргі таңда Қазақстан 3-ші орында, ақпараттық қауіпсіздік бойынша 3-ші орында тұр. Себебі бізде қазір мен айта кеткен Царка компаниясы, ол әлем бойынша ең мықты компания болып табылады. Царка немесе сол ГТС және де олар ақпараттық қауіпсіздік дамытады Қазақстанның ішінде. Және де көптеген жарыстар, сайыстар мен жарыстар өткізіледі. Мысалы, Жазира? Жоқ, недавно только қатысқан ұлттық қауіпсіздік комитет бойынша ақпараттық қауіпсіздік сайысында 10-ші орын алдым. Және де осындай сайыстар мен жарыстар Қазақстанның тәжірибесін және де еліміздің көтереді. Ал негізі шетелге барып тәжірибе жинақтау ойыңда жоқ па? Негізі бар. Бар, Ал өзіңді енді екеуіңе ортақ сұрақ қояйыншы, жалпы өздеріңді енді кәсіптік техникалық бағыт таңдадыңдар. Бір 5-10 жылдан кейін қалай елестетесіздер? Ең бірінші ол жоғарғы білім алып, Қазақстанға оралып, ақпараттық қауіпсіздік жедел орталығында жұмысқа тұрып. Сол бағытты көргім келеді өзіңде. Жазира, сен? Мен өзімді осы мамандығымның маманы ретінде көремін. Яғни алғашқы 5-10 жылда көптеген жарыстарға қатысып, орын алып, тәжірибе алып, басқа елдерден осы маманы болғым келеді. Солай көремін өзім. Мүмкін енді ойыңда жоқ па, бір кондитерлік немесе білмеймін, дәмхана ашу әрине ойда бар. Әдетте көбінесе солай болады ғой. Бізде енді ағам екеуміздің ойымызда бар, осылай бірігіп. Сіздерде ол отбасылық па? Аспаздық династия десем болады. Сонда кімдер сіздерде үйде аспаздыққа жақын? Менің үлкен апам, апамнан кейін анам, ағам, осылай үлкен ағаларым, көптеген туысқандарым осы мамандықпен айналысады, яғни көптеген ағаларымның кофейнялары бар, пекарнялары бар деп айтсам болады. Бізде осы отбасымызбен ойда бар, жақын арада Алла қаласа кофейнялар ашып, немесе кондитерлік отандық өздеріңнің, отбасылық брендтеріңді қалыптастыру ма? Құдай қаласа. Жалпы енді күнде асханада жүруден жалығатын сәт болмай ма? Жаңа тағамдар шыға береді ғой, күнде практика болады мысалы. Күнде тәжірибе болады бізде, күнде жаңа тағамдар, сондықтан ешқандай да жоқ, шаршамаймын. Эксперимент көп жасайсыңдар ма сонда? Солай айтсам, соны түсіне алмай жатырмын. Ал сонда қалай, сен бір бағыттасың, нанның түрлерін жасай бересің ба? Нанның өзі неше түрге бөлінеді. Соның өзін күнде әрқайсысын жасап, наннан да бөлек, мысалы, бәліштер бар, неше түрлі, жаңа айтып кеттім ғой. Наубайшы болу ол? Оңай зат емес, Оңай зат емес. Оңай зат емес, Енді кей адамдарға болады, ол ер адамның ісі емес сияқты көрінеді. Ал сенің ағаң үлкен жетістіктерге жеткен, маман
ондай пікірлер болды ма? Иә, болды, иә. Бірақ шындығына келетін болсақ, негізі ер адамның жасайтын жұмысы сияқты менің ойымша. Осы наубайшы болу, себебі ер адам қамырмен жақсы жұмыс жасайды. Чем күш керек қой. Иә, күш керек қой. Ер адамдар жақсы жұмыс жасайды, чем қыздарға қарағанда. Ер адамдар. Жалпы енді кеше ғана мектеп түлектері бітіріп жатыр мектепті биыл. 9-шы сыныптан кетіп жатқандар бар, 10-11 мысалы. Қандай кеңес берер едіңдер мектеп оқушыларына? Ең бірінші ол бір мамандықты таңдап, содан кейін колледжге тапсырып, ЕНТ-ні тапсырып, одан кейін таңдау жасау. Жақсы. Басқа өзге айтарың жоқ па? Мамандық таңдау бойынша мүмкін. Қазір осындай мамандықтарға сұраныс өте көп деген сияқты. Немесе өз мамандығың туралы айтқың келмей ме? Қазіргі таңда сол ақпараттық қауіпсіздікке үлкен сұраныс болады. Себебі жаңа айтқандай алаяқтар көп пайда болды. Әлі де көп қой бірақ. Иә, әлі де көп. Қарашы, енді осы жерде сұрай кетейінші, алаяқ демекші. Бұрындары жаңа өзің айттың, телефон алаяқтары көп болатын, немесе хабарлама жіберіп, солай банктің атынан хабарласады деген сияқты. Ал қазір енді ол WhatsApp-қа да шықты. Ол ИИ арқылы енді жасанды интеллекттің көмегімен адамның дауысын да түрін де салады. Оны ақпараттық қауіпсіз маман ретінде айтып берші, анықтау мүмкін бе? Ол жіберіп отырған адамда? Ең біріншісі ол кибергигиена. Кибергигиена, мысалы қазір сіз WhatsApp вебпен жұмыс істейсіз ғой. Содан кейін компьютеріңізді жай ғана жауып, мысалы обедке барасыз. Бірақ та сіздің компьютеріңізде WhatsApp веб жабылмайды. Және де әрбір адам келіп куки файлдарыңызды сақтап алып, басқа компьютерден WhatsApp-қа кіре алады, сіздің WhatsApp-ыңызға кіре алады. Екіншісі ол фишинг атакалар. Ол мысалы ссылкамен сіздің трафигіңізді ұрлауға мүмкін. Ең бірінші ол почтамен. Мысалы сіздің почтаңызға спам. Билайн қазіргі таңда 50 гигабайт бесплатно раздает. Сіз әрине оған басасыз, Билайн там интернет бесплатный, басып, и получается это как, вот ссылка стоит, вот вы и хакер. Проходит вот так, доходит до ссылки и уходит обратно к хакеру. Сіз сайтқа кіресіз, мынау обман екен ғой, прикол екен ғой деп, бірақ та хакер уже ұрлап алды. Полностью данылардың. Картаның номерін, картаның артыңғы цифраларын, ақшаны, адрес, удостоверение, құжаттарыңызды полностью ұрлайды. Сол кездің өзінде. Сол кездің өзінде. Сондықтан да кибергигиена өте қажет. Білмесеңіз, баспаңыз, не стоит. Артық нәрсені басудың қажет жоқ десеңізші, сақтық үшін. Өте керемет құнды ақпарат деп ойлаймын. Ал Жазира жалпы түлектерге кеңесім ол өзінің қалаған мамандығын таңдау және де жақсы колледж таңдау. Колледжді қалай таңдау керек сонда? Жақсы колледж. Оны қалай біледі түлектер? Несіне қарау керек? Оқып жатсыңдар ғой енді, білетін шығарсыңдар. Любой Google-ға кірсеңіз, топ колледжі деп жазасыз. Ең бірінші жоғары политехник Астана колледжі деп шығып, соған документтеріңді смело тапсыра бересіз. Қалай колледж таңдау керек деп ойлайсың? Сенің ойыңша, Жазира? Таңдау үшін сол колледждің түлектеріне қарау керек деп ойлаймын. Керемет, шынымен. Ол түлектер туралы ақпарат тұра ма? Иә. Қайда тұрады? Колледждің сайтында ма? Жалпы бізде қазір бар ғой, бүкіл колледждің осы 9-шы сыныптарға өзін жарнамалап барады. Сол кезінде мысалы дұрыстап, тыңдап, қарап. Ашық есік күндері ма? Иә. Және де любой колледж өзін таныстырғанда жетістіктерін бірінші айтады ғой. Сол жетістіктеріне қарап тыңдаған дұрыс деп ойлаймын. Енді сұрайыншы, бізде бір тақырып болған, жалпы аккредитация бойынша колледждегі сертификаттау жүйесіне қатысты. Сіздер оны әдетте қарайсыздар ма?
мысалы колледж мынандай бағыт бойынша, мынандай салалық, мысалы дәнекерлеуші мамандығы бойынша салалық аккредитациядан өткен деген сияқты? Негізі, негізі мен ақпараттық қауіпсіздікті таңдаған кезде тек 2 колледж болған. Ол айту колледжі және политехникалық колледж. Және де оның ішінде қарағанда политехник колледжден көптеген мықты техниктер шыққан болатын ақпараттық қауіпсіздіктің. Сондықтан да мен Астана политехникті таңдадым. Яғни сен кәдімгідей таңдау жүргізіп, асықпай, зерттеп, бірақ қабылдадың. Кейде болады ғой, мен мына жаққа өтіп тұрмын, түсе салайын деген сияқты. Сен де ағаңа қарап таңдадың бұл колледжді? Мен колледжға түсерден алдын маған толықтай сипаттады десем болады осы колледжді. Ағам осы колледжден шыққан түлектерді, қайда қазіргі таңда жұмыс жасап жатыр. Мысалы, біздің колледжден шыққан түлектер қазіргі таңда осы Астана қаласының 5 жұлдызды отельдерінде жұмыс жасайды, шеф болып. Мен соған қызықтым, және студенттері қатысқан жарыстарды көрсетті маған, және де жаңа айтып өткендей тәжірибелерді, қай елдерге барып тәжірибе өтетіндерін көрсетті. Соған қызығып мен осы колледж таңдадым. Енді жаңа айтып қалдың, биыл бітіресің колледжді, дипломыңды аласың, одан кейін енді сен жұмысыңды істеп жүре берем деп тұрсың, және жарыстарға қатысам деп. Сонда студент енді бітіріп кеткеннен кейін бітіруші ретінде қатыса беруге болады ғой жарыстарға? Егер де жарыстан орын алып жатсаңыз, қатыса беруге болады, ары қарай жалғастырып. Қандай жарыс жоспарда бар? Осы WorldSkills. Осы Қазақстанның өзі? WorldSkills. Қазақстандық чемпионаттан орын алып жатсақ, ары қарай Европаға жібереді. Европа, әлемдік. Бұл жол Европада ғой енді, иә. Енді қазір дайындық бірақ бар шығар, бастап кеттің дайындықты? Дайындық бар, тоқтамай дайындық. Ал сен енді бір шетелді таңдайсың ба оқуға, жоспар бойынша? Жоспар бойынша, шетелдегі университетке ақпараттық қауіпсіздік бойынша тәжірибе алып, Қазақстанға келіп, жұмыс жасап, және де басқа да практиканттарды осылай алып, оларды оқытып, Қазақстанның мәртебесін көтеріп, ақпараттық қауіпсіздік бойынша. Қазір енді колледждерде сонымен қатар, яғни кәсіпті үйретіп, бизнес бастау бойынша сіздерде сабақ өтеді, қателеспесем. Сол бағытта кәсіпке кеткілеріңіз келе ме? Жоқ. Ол мүмкін бе, жалпы ақпараттық қауіпсіздікте жеке ашып алу компания деген болады? Болады. Осындай ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығын өзің ашып, оны туы қылдырып, және де басқа да тендерлерге қатысып, мысалы үлкен-үлкен фирмалар мен компаниялардың ақпаратын қорғау, олардың экономикалық, қаржылық ақпаратын қорғау, ол ең біріншісі. Екіншісі, ол компанияның ішіндегі құрылымының қауіпсіздігі. Мысалы, бір компанияда бірнеше компьютер бар, 20 компьютер, міне мынау кабинетте сияқты. Және де оның 15-і жұмыс жасаса, біреуі фильм қарап отыр, екіншісі торренттен бір ойынды жүктеп отса, осы торренттен хакер трафик арқылы компанияға кіре алады. Содан кейін Wi-Fi-ды сындырып, Wi-Fi арқылы компанияның сетіне кіріп, бастықтың компьютеріне кіріп, оның қаржылық және де экономикалық ақпаратын ұрлауға мүмкіндігі бар. Сенен бүгін көп ақпарат біліп отырмын. Сақ болуды үйренетін сияқтымыз. Сен қасындағылардың бәріне солай кеңес беретін сияқтысың ғой. Тамаша. Олай болса енді сіздердің жалпы біздің енді подкастқа келіп қатысқандарыңызға рахмет айтамыз. Күшті ақпарат алдық өздеріңізден. Соңғы айтар сөздеріңіз бар ма? Айтылмай қалған, мүмкін мотивация бересіздер өзгелерге? Ешқашан берілмей, және өз таңдауынан бас тартпаңдар. Жазира? Қосылайын. Қысқа қайырдың ғой. Жалпы, енді уақыт бөліп келгендеріңізге көп рахмет.
әңгімелеріңіз көптеген біздің студенттерге түлектерге шабыт сыйлайды деген ойдамыз. Алдағы уақытта да еліміздің үздік студенттері осы біздің студияда отырады деп ойлаймыз. Аман, сау болыңыздар.